Ассалаумағалейкум, қайырымды ағайын. Алланың қалауымен, өздеріңіздің себептеріңізбен талай мұқтаж жанға жәрдемдесіп жатырмыз. Бүгін бізден көмек алатын кейіпкеріміздің есімі Арайлым, жасы 30-да. Ол миастения деген дертке шалдыққан, яғни дәрісіз, дәрменсіз, тұрақты түрде қанын тазартып отыру керек. Бүгін бізге сауап жолында серік болатын күллі қазаққа әйгілі жігіттер тобының әншісі, Есі қазақтың сүйікті ұлы Айдар Тұрғанбек ағамыз. Ендеше кеттік аға. Бисмилля. Осыдан 2 жыл бұрын болған диагноз қойылған бұл кісіге аутоиммундық ауруы. Бұл аурудың нәтижесінде адамның бұлшықеттері, адамның көлденең бұлшықеттері, көздің бұлшықеттері зақымданады, және ол бұлшықеттер тез шаршап жұмыс істей алмай қалады. Емдік плазмаферез әдісі. Бұл әдіс арқылы әр келгенде 3-4 сеанс қабылдау керек, арасы 3-4 күннен өтіп. Ауырған кезінде барлық жағы еш не қылмайды, мойынды ұстамай қалады, жатып қалады осы. Сонымен дәрісі бұның ішкенде 1 сағат сайын ішеді. 3-4 дәрі ішеді. Саламатсыз ба? Арайлым Сапақова. Bir rет ба болған. Жазда апамын. Ассалаумағалейкум ағайын. Арайлым қарындасымыз бір ауыр дертке шалдыққан екен. Соның деніне шипа ретінде біз өз күшімізді, еріктілер тобы күшімізді беріп жатырмыз, көмегімізді беріп жатырмыз. Жаннатул Фирдаусы қорының атынан Арайлым қарындасымызға 150 000 теңгедей қаржылай көмек көрсетіп жатырмыз. Арайлым қарындасымызға деніне шипа тілеп, Құдай қаласа жақсы болып кетіңіз деп тілек айтқымыз келеді. Маны қабыл алсаңыздар. Міне сіздің чегіңіз. Чегіңіз, сдачаңыз. Аллах тағала қабыл етсін сізге. Шипа болсын. Жаннатул Фирдаусқа сеніп, сол жерге садақасын беріп отқан барлық халыққа, ұжымға садақаларыңыз қабыл болсын дегім келеді. Мінекей, осындай жандардың мұқтаждығын көптеп өтеп бере берейік. Садақа берсек, ол одан есе арта береді, Құдай қаласа. Рахмет айтқым келеді барлықтарыңызға. Көмектеріңізге рахмет деймін біріншіден. Одан кейін мынау шипасын берсін қызыма Алла. Төледіңіздер 150 000 ақша өзінің дәрісіне, шипасына жұмсаймыз. Рахмет.